Сәлеметсіздер ме достар, бүгін сіздермен Отсев фильміне шоу жасаймыз. Нет, 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 прошу, только не это. Жақын болашақта адамзаттың тым көбейіп кеткендігінен Біріккен ұлттар ұйымы дағдарыстан шығу үшін әр елден өз халқын жыл сайын 5%-ға азайтып отыруын сұрайды. ақш-та студенттер жыл сайын осындай емтихан тапсырады. Ол 10-241 деп аталады. Бірақ көпшілік оны бөлу деп атайды. Лейна деп аталатын жас қыз өзінің інісі Саймонды ертеңгі емтиханға әзірлеп жатыр. Бірақ бала әпшесінің көмектескеніне қарамастан өзіне сенімсіз болып, одан өте алмаймын ау деп қобал жібереді. Әпшесіне ақша ұсынып, одан емтиханның сұрақтарына жауап тауып беретін арнайы линзаны алады. Бірақ қыз емтихан біте салысымен линзаны жойып жібер деп ескертеді. Сол жерде дәрігер қоңырау шалып, анаңыз шықпа деген кеңеске мән бермей, емханадан шығайын деп жатыр деп айтады. Қыз інімен келмей тұрып, ұстай тұрыңызшы деп айтады. Ол жақта доктор қызға анаңа көмектесе алмаймыз. Сондықтан оған қолайлы жағдай жасаулары керек. Қазір қолдан келері осыған деп кеңес айтады. Губернатордың резиденциясына ауысамыз. Емтиханның басталуына 12 сағат қалды. Іште Блейк есімді жігіт күзеттің жанынан білінбей өтіп, сыртта көлікте қызы Эллимен көріседі. Жұп емтиханды көп ойлап алаңдауда. Қыз сол арада жігітті басқа үйдегі бассейнде жүзуге шақырады. Кейін сақшылар жігітті тауып, қазір көңіл көтеру уақыт емес, алда емтихан деп түсіндірмекші болған әкесіне алып барады. Әкесі тестті тапсыра алмаған жағдайда не боларын ескертіп, емтиханнан құлап қалмашы деп өтінеді. Емтиханға 3 сағат қалғанда қарулы адамдар оқушылардың шпаргалкалары жоқ па, бар ма мұқият тексереді. Саймон алдын ала линзасын киіп алады. Бірақ кездейсоқ оқушылардың бірі итеріп линзасын түсіріп алады. Бала төбеден қарап тұрған әскериден қорқып, оны іздеуден бас тартып, ары қарай жолын жалғастыруға мәжбүр болады. Сол арада Блейк Лейнаға оған шпаргалка сатуын сұрайды. Бірақ қызда линза қалмағандықтан жоқ деп айтады. Кейін оқушылардың бірінен әскерилер белгісіз бір құрылғы тауып алады. Бала қашуға тырысады. Солдаттар сол жерде жылдам қимылсыздандырып үлгереді. Оқушылардың ешқайсысы ғимараттан қашып кетпеу үшін мектептен шығатын барлық есік-тесіктерді емтихан басталмастан 15 минут бұрын жауып тастайды. Мұғалімдер ережелерді қысқаша түсіндіріп, 2 сағатқа созылатын емтиханды ақыры бастайды. Біраз уақыт өтеді. Кендра есімді оқытушы емтиханның бітуіне 1 минут қалды деп ескертеді. Емтихан бітті. Оқушылар алған нәтижелерін білу үшін дірілдеп тұрып, планшеттерін столға қояды. Емтиханнан құлаған бірінші оқушы анықталды. Ол Лейнаның қасында отырған Дональд есімді жасөспірім. Емтиханды сәтсіз өткізген басқа жігіт қашпақшы болады. Бірақ оны таяқпен соққыға жығып, кабинеттен шығарып алып кетіп қалады. Емтиханды тапсыра алмаған соңғы оқушы Блейктің қызы Элли болып шығады. Мұғалім жылап тұрып, тесттен өткендерді құттықтап, залға өтулерін сұрайды. Блейк кабинеттен шығып, әкесіне қоңырау шалып, Эллиді құтқаршы деп өтінеді. Бірақ әкесі бұл қолынан келмейді деп жауап береді. Бала жынданып, солдаттардың біреуін от сөндіргішпен ұрып, екіншісін ұстап тұрып, қызға қаш деп асықтырады. Бірақ қызға емтиханды сәтті өткізген оқушылар кедергі келтіреді. Артынша солдаттар келіп, қызды алып кетіп қалады. Лейнаның інісінде емтиханнан құлаған үшін өлім жазасына алып кетіп бара жатыр. 1 жыл өтеді. Кезекті емтиханға 24 сағат қалды. Лейна кішкентай балалармен жұмыс жасап отырғанда, оған мұғалім Кендра келеді. Әйел отбасына тәттілер алып келіп, кішкентай ініңді балабақшаға беруге көмектесе аламын деп айтады. Сондай-ақ сіңіліңнің ертең емтихан тапсыруына да көмектесе аламын деп ұсыныс жасайды. Бірақ Лейна бәрі онсыз да жақсы болады деп көмегінен бас тартады. Мына жақта Блейк Эллиге өтіскен суреттерге көз тастап, спортпен айналысып жатыр. Сол арада Блейктің сыныптасы Сара емтиханға жәрдемдесу үшін оқытушымен махаббатпен айналысып жатқан көреміз. Оның бұл әрекетін Кендра байқап қояды. Емтиханға 3 сағат қалды. Лейнаның өзінің кішкентай сіңлісін өміріндегі алғаш емтиханына шығарып салып, өзінің соңғы емтиханына жол тартады. Блейктің әкесі ұлына келіп, өткен жылы қызыңды алып кеткен сәтте көмек қолымды бере алмағаныма өкінемін деп кешірім сұрайды. Еркек заңға қарсы шыға алмаймын деп түсіндірсе де, бала соны жақтырмай емтиханға кетіп қалады. Тестке 15 минут қалды. Әдеттегідей барлық жер қайтадан жабылады. Лейнаның сіңлісі оқитын сыныпқа неліктен жыл сайын жер бетіндегі адамзаттың 5%-ын жойып тұрудың маңызды екендігін көрсететін мультфильм қойып береді. Әрбір ел адамзаттың өздерінше азайтып отырады. Бірақ тек Америкада ең ақылдыларды тірі қалдыру шешімі қабылданған болатын. Мұғалімдер экзаменнің басталғанын хабарлайды. Оқушылар емтиханға кіріседі.
кіріседі. Сол арада Блейктің әкесі ұлы жазып қалдырған видеосына қарап отыр. Жасөспірім ұлын өлтірген дәл сол емтихан екендігін біле тұра, заңға қатты сенетін әкесі одан әрі де соған мойынсынуын жалғастырып көрсін деп емтиханнан әдейі құлайтындығын хабарлайды. Бірінші сыныптың емтиханы мәресіне жетті. Оқытушы оқушыларға аттарында атағанында не істейтіндеріңді білесіңдер ғой деп сұрайды. Сара мен махаббатпен айналысқан еркек оның есімін атайды. Ал сол еркекпен әдейі емтиханнан құламау үшін бұл әрекетке барған Сара шок болады. Оқытушылар құламағандардың есімін атап құттықтай бастағанда Блейк таң қалады. Өйткені олардың қатарында өзінің де аты аталған болатын. Сол мезетте басқа кабинетте тесттен сәтсіз өткендер арасында Лейна да бар болып шығады. Блейктің әкесі Мэнсон Кингке баласының экзаменін сәтті өтуіне жәрдемдескені үшін алғысын білдіріп, бөлуге рұқсат береді. Лейна мен басқа шәкірттерді басқа жаққа алып кетіп бара жатқанда, оқытушы келіп кедергі келтірмекші болады. Ондағы адамдарға менің ең үздік оқушым тесттен құлауы мүмкін емес, қайта тексеріңізші деп өтінеді. Еркек басшылықпен хабарласады. Бірақ олар емтиханда ешқандай қателік болған жоқ деп ақпараттайды. Кендра қызға бәлкім қашып кете аларсың деп білдірмей бір кілт береді. Оқушыларды қорқытып, киімдеріңді шешіңдер деп талап еткен сәтте Лейна білдіртпей кілтті аузына салып үлгереді. Мына жақта емтиханы сәтті өткендер өздерінің жеңістерін тойлап жатыр. Кендра сол жерде әлгі оқытушы тағы да бір оқушыға қырындап жатқан көріп қалады. Блейк болса өзінің губернатор әкесінің біз басқа штаттар арасында білім жағынан бірінші орында келе жатырық деп сөз сөйлеп жатқанын көріп тұр. Жігіт кеш бітпей тұрып, ол жерден кетіп, тыйым салынған аумаққа кіріп, күзетті көре салып, ауырып жатқан сыңайлы әрекет жасап, жақындағанда оны ұрып талдырып тастайды. Диспетчерлік бөлмеге кіріп, жарықты сөндіріп, Лейна мен басқаларын инъекциядан құтқарып алады. Бірақ бөлмеде жедел жарық жанып қалады. Оқушылардың кейбіреулері өмірлерін сақтап қалу үшін маскалы адамдарға шабуыл жасайды. Лейна болса әлгі кілтті қолданып, ол жерден қашып үлгереді. Ой іске аспай, күзет оны байқап қалып еді, бірақ көмекке тағы да Блейк келеді. Жігіт сыныптасына вентиляциялық шахтада тығылуына көмектеседі. Жігіт, сен неліктен осы экзаменнің жауаптарын басқаларға сатып жүресің деп қызығушылық танытады. Қыз жігітке өзінің анасы ауру екендігін баяндап береді. Бірақ анамды сонда да құтқара алмадым деп өкінішін айтады. Одан кейін Джоб сервер бөлмесіне аттанады. Басқа жақта кімнің кілті жоқ екендігін тексеріп жатыр. Өйткені қашқан оқушы тек кілт арқылы ғана қаша алатын мүмкіндігі бар еді. Губернаторға мектепте орын алған түсініксіз оқиға ақыры жетеді. Экзаменнің біткеніне ұзақ уақыт болғанына қарамастан, оқушылар үйлеріне орала алмай әлі сол жақта жүр. Блейк қызбен сөйлесіп жүріп, байқамай бассейнге түсіп кетеді. Қыз жігіттің талып қалғанын көріп, артынан секіреді. Судан шығарып, өлімнен құтқарып қалады. Екеуі құрғақ киім киіп, жаңа жол табады. Емтихан тапсырғандарының бірі қысылып, бөлмеден шығып кетпекші болып еді, маскадағы адам оны ұрып шығады. Күзеттің бұл әрекетін басқа жақта бір жеткіншек видеоға түсіріп алады. Лейна вентиляцияда келе жатып, кілтін жерге түсіріп алады. Ал олсыз сервер бөлмесіне кіру мүмкін емес. Сөйтіп Джоб анатомия бөлмесіне барып, ол жерден магнит алып, кілтті күзетке білдірмей қайтарып алғылар келеді. Бірақ бөлмеге күзеттің біреуі кіріп кетеді. Лейна жоғарыға шығып үлгереді. Бірақ Блейк столдың артына жасыруға мәжбүр болады. Маскалы адам жасөспірімді байқап қалады. Бірақ батыл жігіт оны қарусыздандырып, артынша оның киімін киіп алады. Қыз магнит арқылы кілтін тартып ала алмай жатқанда, Блейк келіп әзілдеп кілтін тартып ұстап алады. Жігіт қызға бөлісіп әрекет етуіміз керек деп өзі бөлу бөлмесіне қарай жүріп кетеді. Сол уақыт аралығында Кендра әркімге қандай беретін мұғалімге жақындап білдіртпей кілті мен куәлігін ұрлап алады. Заттарынан айырылған мұғалімді ұстап алып, Лейна қайда деп ұрып жығады. Қыз ақыры сервер бөлмесіне жетіп, хакер сыныптастарымен байланысып, компьютерді ашуға көмектесші деп айтады. Лейна хакер сыныптасының арқасында сіңілісі тесттен 86 балл жинап, сәтті өткенін көреді. Ал өзінің емтихан нәтижесін қайта көріп еді, сөйтсе өзі 98%-ға дұрыс жауап беріп, оған көмектесіп жүрген Блейк болса, тек 15%-ға дұрыс жауап бере алғанын көреді. Ал өткен жылы қайтыс болған Блейктің қызы Элли емтиханды 88%-ға дұрыс өткізген екендігін көреді. Сырт жақта журналистерге күзеттің жеткіншекті ұрып соғып жатқан видеосы келеді. Олар бұл жаңалықты бүкіл елге хабарлайды. Блейк бөлу бөлмесіне келіп, басшылардың жаңа бұйрығы жайлы хабар айтады. Бірақ ешкім оған сене қоймайды. Амал жоқ, тағы да төбелеске ілеседі. Бірақ оған жабыла кеткен бірнеше еркекке күш жетпей қалады. Қыздың да жолы болмай, біреу оны ұстап алады. Әйткенмен қыз тесттің нәтижелерін сыныптасына жіберіп үлгеріпті. Ал ол өз кезегінде
оның бәрін журналистерге жіберіп жіберіпті. Мейсон бөлу жасамас бұрын губернатордан рұқсат сұрайды. Журналистермен қысымға алынған еркек процедураны, емтиханның барлық нәтижелері қайта тексеріліп болмағанша тоқтата тұруын сұрайды. Емтихан тапсырған оқушыларды жібереді. Ал емтихан тапсыра алмаған Блейкті байлап орындыққа отырғызып қояды. Ал кеш болып жатқан бөлмеден тесттен шынайы құлаған оқушыларды алып кетіп қалып, басқаларына қосып қояды. Күзетшілер тест тапсыра алмаған оқушылардың барлығына бір уақытта инъекция салады. Ал тесттен өткен оқушылар ақыры бостандыққа жіберіледі. Лейна қуаныштан жарылып, сіңілісі мен мұғалімін құшақтап алады. Тесттен өте алған оқушыларды ата-аналары бақытты түрмен қарсы алып жатса, өте алмағандардың әке-шешесі жылап қайғыға беріліп жатыр. Губернатор сол арада балам өлді деген сылтаумен емтихандардың нәтижелерін өзгертіп, қолдан жасап алған деп, өзінің қол астында істейтін Мейсон Кингті әбден айыптайды. Біраз уақыттан кейін Блейк тесттен өте алмаған басқа оқушылармен бірге оянады. Олар өлді деп жариялаған оқушылар жұмыс істейтін фабрикаға түсіп бара жатыр. Блейк ол жақтан өзінің қызы Эллиді жолықтырып, фильм осымен аяқталады.